Астана қаласында таэквондоның ITF түрінен әлем чемпионаты өтіп жатыр. Байрақты бәсекеде жасөспірімдер, ересектер және ардагерлер арасындағы үздіктер анықталады. Жарыстың салтанатты ашылу рәсімінде Солтүстік Корея елінің 9-шы, 6-шы, 5-шы дан қара белбеу шеберлері көрермендерге шеберлік көрсетілімін ұсынды. Спорттың бұл түрінен әлем біріншілігі қазақ жерінде тұңғыш рет өтіп жатыр. Жыл басында өткен арнайы жиында 6 мемлекет арасынан біздің ел таңдалған. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша, әлемдік доданың елімізде өтуі тек экономикаға ғана емес, сондай-ақ спортшыларымызға тәжірибе алмасуға оң септігін тигізеді. Себебі әлем біріншілігінде 70 елдің үздік спортшылары бас қосты. Олар топтық тур және жекпе-жек бағдарламасы бойынша сыналады. Қазақстан командамыз өте мықты. Алдындағы әлем чемпионатта болған Қазақстан командамыз 2-ші орынға ие болған. Енді сол себебінен енді өзіміз енді сондай бір ойлаймыз, енді осындай жетістікке тағы жетеміз деп. Енді жастар арасында және жастар өспірім арасында және жастар арасында Қазақстан мықты команда біздің Қазақстан. Айбек Намазбаев, Қанат Тыныбаев, Спорт Ревью. Қазақстандық дзюдошылар Айболат Ыстыбай және Бақытжан Әбдірахманов Хорватия астанасында өткен Гран-приде қола медаль жеңіп алды. Загреб қаласындағы жарыста ел намысын барлығы 11 палуан қорғады. Гран-при додасында еліміздің жаттықтырушылар құрамы бұл жолы жас спортшыларға басымдық берген. Десе де Абиба Абужақынова және Ислам Бозбаев сынды команда көшбасшылары да Хорватия астанасындағы айқастан шет қалған жоқ. Сонымен жарыстың алғашқы күнінде екі отандасымыз қола жүлдеге таласты. Әйелдер арасында ең жеңіл салмақта испаниялық Лаура Мартинес Абелендамен шеберлік байқасқан Абиба Абужақынова өкінішке қарай жанкүйерлерін жарқын жеңісімен қуанта алмады. Жарты минут өтпей арттан шалу әдісімен жерлесіміздің жауырынын кілемге тигізген испаниялық татами шебері 4 тағанда кездесуге нүкте қойды. Ал 66 келіде Айболат Ыстыбай кипрлық дзюдошымен қола жүлдеге таласты. Отандасымыз дегеннен кездесуде ширақ бастады. Қазақстандық дзюдошы бірден шабуылға шығып қарсыласты тығырыққа тіреді. Нәтижесінде сылбыр өнер көрсеткен үшін 3-ші ескертумен жазаланған Георгиос Баларчишвили жеңілді. Ал Қазақстан құрамасының қоржынына бұл гран-придегі алғашқы жүлде түсті. Бәсекенің екінші күнінде ширек финалда сүрінген Бақытжан Әбдірахманов жұбаныш белдесуінде түркиялық спортшыдан басым түсіп қола жүлдеге таласуға мүмкіндік алды. Косово мемлекетінің өкілімен өзара мықтыны анықтаған жерлесіміз белдесудің алғашқы минутында қарсыласты шалып құлатып, базари ұпайын еншіледі. Есе қайтаруға тырысқан Акил Якова тек алға ұмтылды. Толасы шабуылдарға тойтарыс бере алған Бақытжан Әбдірахманов белдесу соңына дейін бұл басымдығын сақтап қалды және ел қоржынына екінші қола жүлде салды. Қазақстандық орта, ауыр және аса ауыр салмақ өкілдері Загреб төрінде топ жара алмады. Ал жүлде жиынтығы бойынша бразилиялық шеберлерге тең келер құрама табылған жоқ. Оңтүстік америкалықтар Хорватия астанасында 3 алтын 2 қола жүлде еншіледі. Астаналық Барыс құрлықтық хоккей лигасындағы 16-шы маусымын бастауға дайын. Осының алдында елордалық клубтың бас директоры және команданың бас бапкері бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне баспасөз мәслихатын өткізді. Қазір команда қарқынды жаттығу жасап жатыр. Қазандағы турнир маусымға дайындықтың бір бөлігі. Жастардың да легионерлердің де ойынын көрдік. Қателіктерімізді көріп, қазір олармен жұмыс істеудеміз. Жаңа маусымда елордалық клубта жаңалық көп болмақ. Астаналық клубтың Снежный Барсы командасы өз құрдастарына қарсы ойнауға мүмкіндік алды. Пандемия салдарынан Ресейдің жастар хоккей лигасына қатысуын тоқтатқан жас хоккейшілеріміз биылдан бастап осы біріншілікте қайтадан өнер көрсете бастайды. Ересектер арасында өнер көрсету әрине жақсы идея. Бірақ жас хоккейшілердің физиологиялық дайындығы маңызды рөл ойнайды. Оған қоса көп ойыншылардың психологиясы да ересектер арасында өнер көрсетуге дайын болмайды. Сондықтан жастар хоккей лигасында қайта ойнайтынымыз хоккейшілеріміздің дамуына оң ықпал етеді. Барыс балалар жасөспірімдер спорт мектебінің командалары пандемияға дейін Ресей біріншіліктерінде бақ сынаған еді. Былтыр ел ішінде өз жасындағы командалардан әлдеқайда мықты екендерін дәлелдеген Барыс тәрбиеленушілері осы маусымнан бастап қайтадан көрші елдің командаларымен бір біріншілікте сынға түседі. Биыл балалар командаларымыздың барлығы бірінші рет Қазақстан чемпионы атанды. Олардың дамуы үшін өздерінен әлдеқайда мықты командалармен сынға түсуі маңызды. Ресейлік командаларға қарсы ойнау олардың бәсекеге қабілеттіліктерін шыңдайды.
Барыс құрлықтық хоккей лигасы 16 маусымындағы алғашқы ойынын 2 қыркүйек күні өз айдында уфалық Салават Юлаевқа қарсы өткізеді. Ал Снежный Барсы жастар хоккей лигасы жаңа маусымын сырт айдында Красноярский Рыси командасына қарсы ойынмен бастайды. Әсем Таңатар, Айдын Мырзабек, Спорт Ревью. Астанада 2 мәрте Кеңес одағының батыры, шабуылдаушы ұшқыш Талғат Бигелдиновтың 101 жылдығына орай 101 жыл онда 1 шақырым атты марафон өтті. Жарыста еліміздің қарулы күштерінде қызмет ететін сарбаздар және жеңіл атлетиканы жанына серік еткен әуесқой спортшылар бірнеше санатқа бөлініп сайысқа түсті. Бүгін енді ең басты шара үлкен, бір жағы спорттық, бір жағы мәдени мереке. Өйткені бір жағынан біз салауатты спорттық, салауатты өмір салтын насихаттасақ, екінші жағынан тарихқа тағзым, ерлікке тағзым, жастардың есіне тағы да бір осындай біздің батырымыздың бар екенін салып қою, осындай бір біздің игі мақсатымыз. Салтанатты ашылу рәсімінен соң алғашқы болып жарыс жолына Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің сарбаздары шықты. Олар батыр бабамызға тағзым ретінде байрақты тік ұстап, сап түзеген күйі 10 шақырым қашықты жүгіріп өтті. Одан кейін жарыс жолына марафоншылар шықты. Атлеттер 5 және 10 шақырымға жүгірді. Олардың қатарында армия генерал-лейтенанты Абай Тасболатов та болды. Жасы 70-тен асса да әскери салардагері жүлдегерлер қатарынан көрінді. 20-25 жастағы, 30-тағы жастармен міне оған шай, олармен жарыспайсың ғой, оны керегі жоқ. Өзіміздің комфортный бектейміз. Біз сенбі сайын 10 километрден жүгіреміз. Ветерандарымыз бар. Бұрын республикалық құланның басшығы болдым ғой. Сол кездерде ветерандар қалды. Мына жанында тұрған біздің міне Ожаров деген бауырымыз, сонымен бірге жүгіріп жүреміз. Ал енді осы жолы енді бұлай сабақ көрсету ғой, өнеге көрсету. Үлгі көрсету. Содан мен ойлаймын, солай болған шығар деп. Марафонның жеңімпаздары мен жүлдегерлері ішінде жасы 40-тан асқан спортшылар арасында топ жарған елеусіз Пардабай өзінің дене дайындығымен көпшілікті таңғалдырды. Ардагер спортшы мұндай ірі жарыста алғаш рет топ жарып отыр. Бүгін керемет күн. Талғат кәдімгі Бигелдинов ағамыздың, атамыздың 101 жылдығына арналған марафонға қатысып бірінші орын алып атқаныма өте қуанышымын. Сондықтан да ұйымдастырған адамдарға көп рахмет. Спорт бұл менің өте жан серігім, талай адамның шұғылданатын саласы. Сондықтан да спортпен айналысқан адам ешқашан қартаймайды. Марафонды дәстүрлі түрде өткізу үшін жылдың жарыс кестесіне енгізу жоспарланған. Сонымен қатар, армия генералы Сағдат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына орай ауқымды жарыс ұйымдастырылмақ. Фархат Ханалы, Саясат Дүйсенбиев, Спорт Ревью. Шағын футболдан Қазақстан журналистер лигасының 13-ші маусымы мәресіне жетті. Бақ өкілдерінің басын бір арнаға тоғыстырып, олардың салауатты өмір салтын ұстануына септігін тигізіп жүрген лиганың алтын жүлдесі сарапқа салынатын матчта Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен Қазмедиа командалары жолықты. Министрліктің командасы маусым бойы жеңілістің ащы дәмін татпаған, ал Қазмедиа қоржынында шешуші сын алдында қарсыластарынан 3 ұпайға кем болды. Осы маусым ең ұзын маусымдардың бірі болды, 3 айға созылды. Алғашқы 3 айналымнан тұрды. Алғашқы айналымда 3 жеңіліс болды, сода қиын басталды. Одан кейін команда жиналып, бір-бірімізге сөйлесіп, жаттығу жасап, команда бір-бірін қолдап, 2 айналымды сүрінбей бүкіл ойындарды жеңіп, осы АХДМ командасын финалда бүгін ұттық. Матчтың алғашқы таймы 1-1 есебімен тең аяқталды, ал екінші жартысында Қазмедиа командасы қатарынан 3 гол соқты. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі командасы есеп айырмасын 2 голға дейін қысқартқанымен таразы басын теңестіре алмады. Осылайша Қазмедиа бақ лиганың 3 дүркін жеңімпазы атанды. Сонымен қатар бұл ұжым журналистер кубогына да иелік етті. Біздің журналист қауымы осы бақ лига арқылы танысады, табысады, жарысады. Сол арқылы бір жағынан өздерінің денсаулықтарын да ұштайды. Бүгін енді финалға министрлік пен Қазмедиа командасы шықты. Әрине біз үздіктің жеңгенін қаладық. Тартысты турнир болды. Журналистер арасындағы доп додасының А лигасында metaratings.kz командасы 3-ші орын алды. Сондай-ақ Б лигасында бақ сынаған командаларында үздіктері анықталып марапат алды. Бұл топта Қаз 365.kz командасы қарсылас шақ келтірмей, келер маусымда А лигасында өнер көрсететін болды. Оған қоса лиганың үздік ойыншылары әртүрлі номинациялар бойынша марапатталды. Әсем Таңатар, Бахтияр Ырзаев, Спорт Ревью.
Спорт денсаулық кепілі. Елордада спорт күніне орай ардагер спортшылар мен осы сала қызметкерлері арасында велошеру өтті. Жарысқа қатысушылар таңғы сағат 7-ден Қосшы қаласының айналма веложолына жиналды. Менің жанымда қазір дәл осы әдемі спорт күніне орай ұйымдастырылып отырған жарысқа қатысатын таэквондодан Пекин олимпиадасының қола жүлдегері Арман Чилманов мырза. Арман, қалай? Дайындық қалай? Және өзіңіздің велосипедіңіз дайын ба осы жарысқа? Тұлпарыңыз ғой еді? Әрине, дайынбыз осы бүгінгі велошеруге. Велосипедім де өзім де дайынмын. Біріншіден барлықтарыңызды спорт күнімен құттықтаймын. Және бүгінгі велошеруінің құтты болсын. Дәл осы күні ауа райы да керемет болып, қатысушыларға табиғат аясында шеру тамаша көңіл күй сыйлап, демалысты сәтті өткізулеріне себеп болды. Қанша адамдар бүгін осы сенбі күні осындай велошеруге жарысы. Ең біріншіден бұл, екіншіден бұл енді өте тамаша ұлттық ойындар бойынша төрешілерімізді сахналға шақырамыз. Велошеруге арналған студия подойдите к сцене. Жолы бар, қандай тамаша. Велошеруге қатысушылар Үркер елді мекеніне дейінгі 25 шақырым қашықтықты 1 сағат шамасында еңсерді. Міне велошеруіміздің алғашқысы болып келген, бірінші болып келген спортшы. Қалай өтті аға жарыс? Жақсы, өте керемет, өте керемет. Мен етіп атырмда, мынау рахмет айтайын, мынау спорт десең спорт. Мынау қарасаң кішкене пайда бізге шалдарға. Мен 66-дамын. Өзім мынау 23 марттан велосипед тебем. Биыл мынау 7-ші медаль. Жеңімпаздарымызға, жүлдегерлеріңізге қош келдіңіздер достар. Велошеруден кейін қол күрес, асық ату, арқан тартыс, кір тасын көтеруден сайыс ұйымдастырылды. Сондай-ақ іс-шара барысында спорт саласының қызметкерлеріне үздік спорт қызметкері спортты дамытуға қосқан үлесі үшін төс белгілері табысталды. Сондай-ақ биыл маусым айында Грузияның Батуми қаласында шахматтан өткен әлем чемпионатында топ жарып, 12 жасқа дейінгілер арасында әлем чемпионы атанған Айару Алтынбекке велосипед сыйға тартылды. Ерсінерік, Нұрболат Сұлтанхамид, Спорт ревью. Әзербайжан астанасы Бакуде нысана көздеуден 53-ші әлем чемпионаты өтіп жатыр. 101 елден келген мергендердің басын қосқан бәсекеде Қазақстан намысын 26 спортшымыз қорғауда. Бұл додада 2024 жылғы Париж олимпиадасының 48 жолдамасы сарапқа салынады. Солардың бірі Қазақстан құрамасының қоржынына түсті. 10 метр қашықтықтан пневматикалық винтовкамен нысана көздеуде ел намысын қорғаған Ислам Сәтбаев 206,5 ұпаймен 4-ші орынға табан тіреді. Осының арқасында Ислам Сәтбаев Қазақстанға нысана көздеуден Париждегі Олимпиада ойындарының алғашқы жолдамасын сыйлады. Аталған жаттығу бойынша Париждегі 4 жылдықтың басты додасына барлығы 4 лицензия беріледі. Для этого нужно было... Жолдама жеңіп алу үшін көп еңбектендік. Үздік 4-ке ендім. Медальға таласу деген мақсатта болған. Алайда қателіктер кесірінен жүлдеге қол жеткізе алмадым. Енді 1 жыл бойы Париж олимпиадасына дайындық жүргізіп, алтын алу үшін жұмыс істейміз. Были некоторые ошибки. Сонымен қатар Бакудегі әлем біріншілігінде стенд атудан скит бағдарламасы аяқталды. Аралас командалық сынның іріктеу қорытындысында Давид Почевалов, Зоя Кравченконың қола жүлдеге таласуына 4 ұпай жетпей қалды. Ал Әсем Орынбай мен Эдуард Ещенко жұбы 18-ші сатыға тұрақтады. Нысана көздеуден әлем чемпионаты 1 қыркүйекке дейін жалғасады. Қазақстандық балуан Исхар Құрбаев грек-рим күресінен әлем чемпионы атанды. 21 жастағы отандасымыз Иорданияда өткен әлем біріншілігінде 55 келіде сынға түсіп, финалда әзербайжандық Фарид Садихлиді 5-1 есебімен жеңді. Бұл араға 7 жыл салып грек-рим күресінен ел қоржынына түскен алғашқы алтын медаль. Сонымен қатар осы чемпионатта Ризабек Айтмұхан күміс, Денислам Сағитжан қола жүлде ұтып алды. Латвияда жасөспірімдер арасында шаңғы роллерінен әлем чемпионаты аяқталды. Жер жаһанның үздік спортшылары бас қосқан бәсекеде қазақстандық атлеттер 2 қола жүлде жеңіп алды. Отандасымыз Мария Геращенко суперспринтте латвиялық және итальяндық қарсыластарына жол беріп, үздік 3-тікті түйіндеді. Сонымен қатар жекелей сында тағы бір спортшымыз Сұлтан Базарбеков қола медальға ие болды. Шымкентте кикбоксингтен ел чемпионаты мәресіне жетті. Ерлер мен әйелдер арасындағы биылғы Қазақстан біріншілігінде 18 аймақтың 211 спортшысы бақ сынады. Осы додада үздік шыққан атлеттер ұлттық құрама сапына іріктеліп алынады. Олар 17-26 қараша күндері Португалияның Альбуфейра қаласында өтетін әлем біріншілігінде ел намысын қорғайды. Алматылық Қайрат футзал клубы Испанияда өткен халықаралық Мучо Маш жолдастық турнирінде қола жүлдегер атанды. Отандастарымыз 3-ші орын үшін матчта Пальма қақпасына жауапсыз 7
жеті гол соғып, сенімді жеңіске қол жеткізді. Қайрат сапынан Денер Родриго хет-трик жасаса, Дуглас, Кайо Руис, Алисон де Лима мен Эдсон бір нәтижелі соққыны өз есептеріне жазды. Алматылық клуб Португалияда өтетін Мастер-кап халықаралық турниріне де қатысады. Онда жерлестеріміз Спортинг, Бенфика мен Брага клубтарына қарсы ойнайды. Ардагер көктемі Алматыда осындай атаумен бильярдтан республикалық турнир өтті. Биылғы сайысқа еліміздің барлық облысынан жиналған 200-ден аса тастаяқ ойынның шебері қатысты. Бильярдты сергеткен ардагерлер турнир жүлделерін 2 күн бойы сарапқа салды. Турнирді ұйымдастырушылардың айтуынша, бильярдқа ден қойғандар саны жыл сайын көбейіп келеді. Өйткені бильярд адамның интеллектуалдық өрісін кеңейтіп қана қоймай, дене қозғалысын да арттырады. Ардагерлер болғаннан кейін олардың үйде отырып қалмауы керек. Неге десеңіз, ұзақ жылдар бойы еңбек етіп, отанына еңбек сіңіргеннен кейін көбісі үйдің маңында айналып жүреді да, сол өзінің денсаулығына да қарамайды, көңіл күйіне де қарамайды, тез ауырады, тез қартаяды, бет аулақ, тез қайтып кетеді. Ал енді осындай бильярд секілді ардагерлерге лайық спорттың соңынан еретін болса, олар менің ойымша денсаулығында жақсылап ұстайды, көңіл күйінде жақсылап ұстайды. Жарысқа қатысушылар жас ерекшеліктеріне қарай 2 топқа бөлінді. 50-ден 63 жасқа дейін және зейнет жасынан асқандар. Жарыстың алғашқы күні командалық сайыс бойынша жүлделер сарапқа салынды. 63 жасқа дейінгі тастаяқшылар бәсекесінің финалында Жетісу облысының командасы топ жарды. Олар финалда Алматы НАП командасынан басым болды. Ал жүлделі үштікті Астанадан келген ауыл ұландары командасы түйіндеді. 63 жастан асқан тастаяқшылар арасында да Талдықорғаннан келген Жетісу командасы жеңімпаз атанды. Тартыс өткен финалдық кездесуде олар Алматының бірлік командасын жеңді. Алматылық команда тиісінше 2-ші орынға тұрақтаса, астаналық бильярдшыларға турнирдің қола жүлдесі бұйырды. Командалардың барлығы өте мықты, өте, профессионал, жақсы ойнайтын жігіттер. Бұрыннан білеміз, барлығы Астанадан келіп жатыр, Семейден келіп жатыр, Алматыдан командалар, Чимкенттен, өте мықты командалар барлығы. Кезінде чемпион болғандар. Сол тартыс өткен жарыста біз финалда бірлік командасы Алматының соны жеңіп, бірінші орынға шықты. Ұзақ жылдар еңбек етіп, зейнет жасына жеткен ардагерлер үшін мұндай жарыстар өте маңызды. Өз замандастарымен ойнап, бір сәт бой сергітеді. Енді ардагер тастаяқ шеберлері қыркүйек айында Өскемен қаласында өтетін республикалық турнирде бас қосады. Алматыдан Әзиз Тастаев, Юрий Полищук, Спорт Ревью. Алматы облысының орталығы Қонаев қаласында жағажай футболынан кезінде Қайрат пен Шахтер клубтарында ойнаған КСРО спорт шебері Виктор Абгольцті еске алуға арналған турнир өтті. Қайрат тарихындағы алғашқы хет-трик авторының құрметіне ұйымдастырылған жарысқа жақын туыстары мен достары, сонымен қоса бақ саласының өкілдері қатысты. Виктор Абгольц қазақ футболына еңбегі сіңген атақты ойыншы. Футболшы карьерасын аяқтаған соң КСР чемпионаттарында төрешілік қызметте болды. Содан кейін жағажай футболымен айналысты. Ағамызды ұмытпай, жарысқа келген барлық қатысушыларға алғыс айтқым келеді. Біз Виктормен бірге Қайратта ойнадық. Өте ақжарқын, кең пейілді адам еді. Ыстықта да, суықта да бірге болдық. Сол кездері жастар Виктор секілді шабуылшы болғысы келетін. Расында Виктор Абгольц Шахтер сапында 224 матчта 81 гол соғып, үздік сұрмергендері арасында 4-ші орынға дейін көтерілді. Сонымен қатар 60-шы жылдары Қайрат құрамында 132 кездесуде 32 гол соққан. Ал турнир қорытындысы бойынша ардагер командасы 1-ші орынды иеленді. Қазақстан ұлттық арнасының командасы жүлдегерлер қатарынан көрініп, қола медальді еншіледі. Үздік шабуылшы номинациясын ұлттық арна ойыншысы Досан Жотабаев ұтып алды. Ал Мейірхан Әшірембетовке үздік бапкер номинациясы берілді. Бұл жарысты жыл сайын өткізіп, алдағы уақытта халықаралық деңгейге жеткізу көзделіп отыр.
Казахстанские легкоатлеты продолжают борьбу на чемпионате мира. Напомним, он начался в Будапеште 19 августа и завершится в это воскресенье. Наши спортсмены выступят в 7 дисциплинах легкой атлетики. Во второй день соревнований в беге на 110 метров с барьерами честь Казахстана отстаивал Давид Ефремов. Он показал результат 13,78 секунды и стал 36-м. Всего в этой дисциплине состязались 45 атлетов. Наша команда продолжит борьбу за медали. В спортивной ходьбе будет проявлять себя Галина Якушева. А марафон побежит Жанна Мамажанова. Прыгать в высоту будут 3 легкоатлетки национальной сборной. Это Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова и Елизавета Матвеева. Завершились матчи 20-го тура АЛМБ чемпионата Казахстана по футболу, и наше первенство выходит на финишную прямую. Открывался игровой день в Караганде. Местный «Шахтер» принимал Укжитпес и имел все шансы отдалиться от зоны вылета. Гости уверенно держали оборону до середины второго тайма. Но на 66-й минуте удалось отличиться Ивану Свиридову, который удачно сыграл на добивании во вратарской. А уже в добавленное время Тимур Чугадзе упрочил преимущество в счете. 2-0 – победа хозяев. Каспий, находящийся в нижней части турнирной таблицы, принимал Кызылжар. В первом тайме команды создали несколько моментов, самым острым из которых стал удар головой от Ардака Саулета. Однако голкипер выручил свою команду. Петропавловцы начали активнее вторую половину встречи и смогли отличиться на 58-й минуте. После атаки по левому флангу результативный удар в касание нанес Смелянич. Тут же Кызылжару на эмоциях удалось отправить второй мяч в ворота хозяев. Лука Имнадзе головой прокинул мяч мимо голкипера и поразил пустые ворота. Вскоре гости получили еще один шанс, но с пенальти не смог отправить мяч в ворота Бушман. Хозяева все-таки смогли отличиться в дополнительное время. Коцев великолепным ударом сократил отставание в счете, но на большее Каспий не хватило. Как итог, 1-2. Аксу одержал уверенную победу над ЭТРАУ. Этот успех позволил павлодарцам подняться с последней строчки турнирной таблицы. Хозяева отличились уже на 16-й минуте. Майлсон оказался точен в своем моменте. Спустя 20 минут гостям удалось сравнять счет. Козлов забил свой 8-й мяч в чемпионате. Во втором тайме Аксу порадовал местную публику сразу 3 голами. Для начала Майлсон оформил дубль, а затем мячи на свой счет записали Брайан и Андрей Соловей. Матч для хозяев удался. Разгромная победа 4-1. Из-за переноса матчей пауза в первенстве у Мактаарала составила ровно месяц, и все с нетерпением ждали возвращения команды Кайрата Нурдаулетова. В отчетном туре они гостили у ЖТСУ. Игра с небольшим количеством моментов шла к нулевой ничьей, но на 79-й минуте Асхат Балтабеков срезал мяч в свои ворота. Затем у хозяев случилось удаление. Ни сил, ни эмоций уже не оставалось, чтобы отыграться, и Мактаарал удержал минимальный перевес. Астана дома принимала Кайсар. У столичной команды сложный календарь, и главный тренер использует активную ротацию состава. На 26-й минуте гости могли открывать счет. После контратаки передачу на Алтынбекова отдавал Жалмукан, но игроку Кайсара не удалось точно пробить под прессингом. В дебюте второго тайма хозяева много владели инициативой, но гостям удавалось сдерживать атаки. На 68-й минуте защитники забыли в штрафной Дусмагамбетова, который прекрасным ударом с лета вывел свою команду вперед. Но Кайсару, благодаря длинным переводам мяча, все-таки удалось сравнять счет. Совпель с правого фланга закидывал мяч на Зульфикарова, который пробил в штангу. Но, как оказалось, в момент подачи была игра рукой у защитника Астаны. К точке подошел Бородин и уверенно реализовал пенальти. Итоговый счет 1-1. Ордабасы закрывали 20-й тур матчем против Кайрата, и он оказался упорным, несмотря на обилие голевых моментов в хозяев. За 15 минут до конца основного времени они заработали право на пенальти, но Асхат Тагаберген не смог переиграть Данила Устименко. Казалось, что все закончится нулевой ничьей, но гостям не хватило совсем немного. На 8-й добавленной ко второму тайму минуте после подачи углового победу шимкенцам принес Бернардо Матич. Благодаря минимальной победе и осечкам преследователей Ордабасы упрочили свое лидерство в турнирной таблице. Следующий тур в рамках АЛМБ чемпионата Казахстана по футболу состоится 26 и 27 августа. Виктор Кирилюк, Спорт-ревью. Сыновья болеют за пап. Обычно наоборот, ведь это особенный турнир среди родителей. Игра важна для всей семьи. Мамы не удержались и тоже подключились к разминке. А папы личным примером показывают, что поддерживают сыновей, которые выбрали футбол. Беги, пап! Давай, давай, пап, давай! Дидару 11 лет. Он только начал заниматься футболом. Папа поддержал. А ради этой игры даже с работы отпросился. Ведь семья на первом месте. И ребенку нужна мотивация. Наши папы играли сегодня. Было очень классно. Классно провели время. Ну как оцениваешь папу, как футбол играет? Игру папы? Конечно, 10 из 10.
Папа вам не мама, он и в атаке, и на воротах. У Хусрафа 3 сыновей. В детстве, как и многие мальчишки, играл в футбол. Для него эта игра – возможность еще раз показать сыну, что он его любит, а значит, во всем поддержит. Это на 100% важно, чтобы дети знали, что родители тоже занимаются, чтобы они взяли пример у нас, что мы как родители мы тоже занимаемся, а не сидим дома просто так. Организаторы этого турнира – частная детская футбольная школа. Проводят состязания среди родителей 2 раза в год. И каждый раз проблема – найти свободное поле, даже с деньгами. Если у кого-то есть знакомые, да, там с полями, если немножко тяжеловато нам, родители подключаются. И за это большой рахмет родителям тоже. А вот это поле сколько стоит час? Час нам вот 20 тысяч нам вот 1,5 часа обошлось. Как бы это много. Не у всех родителей есть возможность отдать ребенка в спорт. Но эти папы понимают, что первый шаг – это физическая культура. Ведь все хотят, чтобы их дети были здоровыми. Такие игры среди родителей детей, занимающихся футболом, будут проводиться чаще и масштабнее. По крайней мере, так обещают организаторы. Они намерены провести целый спортивный фестиваль на республиканском уровне. А делается это для того, чтобы привить казахстанцам принцип «мама, папа, я» – спортивная, а значит здоровая семья. Динара Акылжанова, Сайсад Дүйсенбиев, Спорт-ревью. Самые быстрые машины Казахстана устроили заезды на скорость. Короли спринта выступили на республиканских соревнованиях по драг-рейсингу. Драг-рейсинг – это заезды, в которых соревнуются 2 пилота. Они стараются показать лучшее время на трассе длиной в 402 метра. В подобных гонках кажется, что победит машина с самым мощным мотором под капотом. Но важнейшую роль здесь играют реакция и скорость пилота. Спорт очень интересный, очень интригующий, очень завораживающий и нестабильный. Интрига сохраняется до последнего. Никогда ты не уверен, когда у тебя ГТР, вроде бы ты фаворит, вроде бы ты самый сильный, но тем не менее ты всегда знаешь, что ты можешь проиграть. И срабатывает нервы, срабатывает, так сказать, подготовка, погода тоже очень сильно влияет на результат. На результат влияет и сама трасса. Пока организовывать заезды по драг-рейсингу на профессиональном треке можно только в Алматы. В столице же соревнования провели на дорогах общего пользования. Трассу готовили 3 дня. Ее чистили водой и щетками. Надеемся вообще, что власти нас услышат, построят нам драг-стрип, как это положено, как вот есть в Алмате Сокол, чтобы у нас было свое место, где можно гонять, а не на дорогах общего пользования. Лучшим в своей категории стал Саян Ибраев. Его модель немецкой иномарки самая быстрая в СНГ. 402 метра машина Ибраева может преодолеть за 9,5 секунды. Но на этих соревнованиях выжимать максимум из своего железного коня спортсмену не пришлось. А здесь нам пришлось брать мощность, чтобы ехать 10 низких секунд. Вот. Здесь ехали не во всю мощность, потому что не было соперников в 9 классе. На соревнованиях по драг-рейсингу выступило более 40 участников из Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды. Они соревновались в 6 категориях. Очередные старты по этому виду спорта планируют провести в мае следующего года в столице. Алишер Нурмагомбет, Биржан Кулжабай, Спорт-ревью. Стартовал фестиваль «Шоу-даун Кируен» по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих людей. В рамках этого турнира участники посетят 5 городов Казахстана – Астана, Павлодар, Караганда, Семей и Усть-Каменогорск. Данный вид спорта сочетает в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Для игры используются специальные ракетки и мячи, а также перчатки, чтобы игроки не травмировались, и маски, чтобы уравнять шансы оппонентов. Правило шоу-дауна заключается в том, чтобы соперник забил в умку, получается, соперника. Правило идет гол за 2 очка, за штрафной 1 очко. Счет идет до 12. Шоу-даун развивает силу, ловкость, координацию движения и логическое мышление незрячего человека. Тем самым они легче социализируются в обществе. Там только нужно внимание и слух. Так как мы тотальные слепые, нам легче. А те, которые немножко с остаточным зрением, естественно, они всегда полагаются на свое зрение. По словам организаторов, с каждым годом число занимающихся этим спортом увеличивается. Год назад была создана федерация по данному виду спорта. Главная цель работы в этом направлении – создание условий для занятий спортом среди людей с ограниченными возможностями.
Данный вид спорта год культивируется в Паралимпийском центре, благодаря данной же федерации. Уже было проведено и городской турнир на базе Паралимпийского центра, а также и республиканский чемпионат по шоу-дауну. Из столицы в регионы отправились 12 спортсменов. Всего в фестивале примут участие более 100 человек. По результатам соревнований будет формироваться сборная, которая примет участие на международных турнирах. Тамирис Искарова, Кошкарбай Калиев, Спорт-ревью.